Қайырлы күн, 8-ші сынып білім алушылары. Дүниежүзі тарихы пәнінен қарастыратын кезекті сабағымыздың тақырыбы неліктен Мұстафа Кемалды Ататүрік деп аталады. Сабақтың барысында сіздермен бірге Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін шетел басқыншыларының қолында қалған түрік халқының тәуелсіздігі жолындағы азаттық қозғалысын ұйымдастырушы Мұстафа Кемалдың көшбасшылық қызметі туралы ақпарат аламыз. Түркияның жаңғыртылуына серпін берген Ататүріктің реформаларын талдайтын боламыз. Тәуелсіз Түркияның әрбір қаласындағы басты алаңдар мен көшелер бірінші президент Мұстафа Кемалдың есімімен аталады. Оның суреттері мемлекеттің барлық ақша белгілерінде бейнеленген. Стамбулдағы ірі халықаралық әуежайға Ататүріктің есімі берілген. Мұстафа есімі Түркияда туылған әрбір үшінші сәбиге қойылады. Оның Анкарадағы кесенесінің сұлулығын суреттеуге тіл жетпейді. Мұстафа Кемалға 1934 жылы Ататүрік немесе түріктердің әкесі деген есімді халқының өзі ұсынған. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Осман империясы Германия жағында соғысты. 1918 жылдың 30 қазанында жеңілген сұлтандық империя Антанта елдерімен мүдірес бітім шартына қол қойды. Империяның отарлары мен өз аумағын ағылшын және француз әскерлері басып алды. Кейіннен басқыншылар қатарына италиялықтар мен гректер де қосылды. Келісімге сәйкес түрік флоты Босфор мен Дарданелл бұғаздары ел аумағындағы темір жолдар Антанта армиясының бақылауына өтті. Ал 1920 жылғы Севр келісіміне орай жеңімпаздар Осман империясын мүлдем бөлшектеп алуды жоспарлады. Империяны басқарып отырған 6-шы Мехмет сұлтанның басқыншылық келісімдерге көніп бағыныштылық білдіруі түрік халқының ашу ызасын тудырды. Басып алынған аумақтарда патриоттық бірлестіктер құрыла бастады. Қолдарына қару алып партизан жасақтары қатарына қосылғандар шетелдіктерге қарсы шықты. Түріктердің құқығын қорғап ұлттық мемлекет құру идеясын ұстанғандар беделді әскербасы Мұстафа Кемал Пашаның төңірегіне топтасты. Азаттық қозғалысы күшейіп 1918-1923 жылдар аралығында буржуазиялық ұлттық революцияға ұласты. Революцияның негізгі қозғаушы күші шаруалар болатын. Жекелеген топтарға ұсақ буржуазия өкілдері, зиялылар, шенеуніктер мен офицерлер басшылық жасады. Мұстафа Кемалды жақтаушылардың басын қосқан Анкара қаласында 1920 жылы Түркияның ұлы ұлттық жиналысы деп аталатын жаңа парламент жұмысын бастады. Парламент өзін елдегі бірден-бір заңды билік деп жариялады. Құрылған үкіметті Мұстафа Кемал басқарды. Кемалшылар Антанта басқыншыларына қарсы күресті бастады. Тұрақты армия құрылып, 1922 жылдың күзінде Түркия аумағы шетел басқыншыларынан азат етілді. 1922 жылдың 1 қарашасында Түркияның ұлы ұлттық жиналысы шешімімен сұлтандық жойылды. Түркияның соңғы сұлтаны 6-шы Мехмет отбасымен бірге ағылшындардың әскери кемесіне мініп елден тайып тұрды. 1923 жылдың 29 қазанында Түркия республикасы жарияланды. Осылайша Бірінші дүниежүзілік соғыс пен Кемалшылар революциясының нәтижесінде Осман империясы тарих қойнауына кетті. Әлем картасында Түркия деп аталатын тәуелсіз ұлттық мемлекет пайда болды. Тапсырма. Тыңдалған ақпаратты қорытып, салыстырмалық кестеге әскери коммунизм мен жаңа экономикалық саясаттың негізгі шараларын жазыңыз. Бір 1924 жылдың 20 сәуірінде Түркия Республикасының Конституциясы қабылданды. Елдің алғашқы президенті ретінде Мұстафа Кемал жаңа биліктің 6 қағидасын анықтады. Олар республикашылдық, ұлтшылдық, халықшылдық, этатизм, лаицизм, революцияшылдық еді.
Бұл реформалар кемализм қағидаттары немесе 6 жебе деген атауға ие болды. Конституция бойынша заң шығарушылық билікке ие президент пен парламентті халық сайлады және екеуінің де сайлаушылар алдында есеп беру міндеті бекітілді. 1924 жылы мұсылман дінінің жоғары өкілі халиф лауазымы жойылды. Осы арқылы Кемал мұсылман дінбасыларының билікке араласуын тежеді. Мемлекет діни мекемелерді қаржыландыруды тоқтатты. Діни мекемелер сәбидің дүниеге келуін, адамның қайтыс болғанын, екі жастың неке қиюын реттейтін мемлекеттік міндеттерді атқару құқығынан айырылды. Халифат жанындағы шариғат сотын Швейцария үлгісінде әзірленген азаматтық кодекс алмастырды. Қылмыстық кодексте еуропалық стандартқа сәйкес құрастырылды. Діни медреселер жабылып, атақты Әулие София мешіті мұражайға айналдырылды. Күнтізбе, ұзындық және салмақ өлшемдері еуропалық үлгілерге көшірілді. Кемал үкіметі діни киімдерді киюге тыйым салды. Басына сәлде орап, немесе бетін пәренжімен бүркеп көшеге шыққандарға 10 жылға түрмеге отырғызу жазасы кесілді. Құран түрік тіліне аударылды. Демалыс күні болып, жұма емес жексенбі жарияланды. Көп әйел алушылыққа тыйым салынды. Түрік әйелдерінің құқығы еркектермен бірдей теңестірілді. 1935 жылдың ақпан айында өткен парламент сайлауында 399 депутаттық орынның 17-сін әйелдер иеленді. Оқу министрлігі барлық діни мектептерді қадағалауына алды. Зайырлы мектептерде діни пәндерді оқытуға тыйым салынды. Араб жазуы латын әліпбиімен алмастырылды. 16 мен 40 жас аралығындағы барлық азаматтарға жаңа әліпбиді үйрену үшін мектептерге бару міндеті жүктелді. Түрмеде жазасын өтеп отырғандарға арналып, жаңа әліпбиді үйрететін оқу курстары ұйымдастырылды. Күшті және біртұтас мемлекет құру жолында Ататүріктің түрік тілінде сөйлегеніме өзімді бақытты сезінемін деген сөзі кең қолданылды. Елдің барлық тұрғындары ұлтына қарамастан түріктер деп жарияланды. 1934 жылы бұрынғы ақсүйектік айырым белгілеріне тыйым салынды. Әрбір түрікке есімінің жанына тегін жазу міндеттелді. Сол кезде Түркияның ұлттық жиналысының шешімімен Мұстафа Кемалға Ататүрік немесе түріктердің әкесі деген тек ресми түрде бекітілді. Ататүріктің экономика саласындағы реформалары өнеркәсіп пен кәсіпкерлікті дамытуға бағытталды. Мемлекет шетелдік капиталдың ықпалын азайтты. 1927 жылы өнеркәсіпті қолдау туралы заң қабылданды. Елде темір жол салу қарқынды дамыды. 1927 жылы ел аумағындағы асфальт жолдың ұзындығы 4500 шақырым болса, 10 жылдың ішінде 22.000 шақырым асфальт жол төселді. Кәсіпорындар ашамын деген ұлттық буржуазияға Түркия үкіметі үнемі қолдау көрсетті. Тәуелсіздіктің алғашқы 10 жылдығында республикада 200-ге жуық акционерлік қоғамдар құрылды. Жеке кәсіпкерлікті қолдай отырып үкімет өнеркәсіптің кейбір салаларын мемлекет меншігіне өткізіп алды. Темекі, құрыш құю, электр қуатын өндіру, темір жолдар мен банк жүйесін мемлекет бақылауында ұстады. Ұлттық экономиканың дамуына жаңадан ашылған орталық банктің жұмысы серпін берді. Бұрынғы сұлтандық лиралары жаңа түрік лираларына ауыстырылып, оның тұрақты бағамы бекітілді. Нәтижесінде француз және ағылшын капиталының бақылауындағы Оттаман банкісі қаржы саласындағы беделін жоғалтты. Осындай өзгерістер ауыл шаруашылығында да орын алды. Шаруалар кооперативтерге бірігіп, үлгілі ауыл шаруашылығы кәсіпорындары құрылды. Жүргізілген аграрлық реформалар барысында помещиктер мен дінбасылардың жерлері сатып алынып, диқандар және малшыларға берілді. Түрік шаруасының тапқан табысының жартысына жуығын жұтып қоятын ашар салығы жылына бір рет төленетін жер салығына алмастырылды. Тапсырма: тыңдалған ақпаратты қорытып, кемалшылдықтың 6 қағидаты жанына жүзеге асырылған өзгерістерді жазыңыз.
алған білімімізді бекіту үшін тапсырмаларды орындайық. Дұрыс жауабын табыңыз. Бес топқа бөлініп, берілген кестедегі Ататүріктің жүргізген реформаларынан ағартушылық, заңнамалық, әлеуметтік, саяси, экономикалық түрлерін анықтаңыздар. Үйге тапсырма. Неліктен Мұстафа Кемалды Ататүрік деп атады тақырыбына эссе жазыңыз.